Элиша. Үйге кіріп азғана ауқатланып ал. Ондай қыла алмаймын, аке. Әуелі арқа тәріптегі іслерімді тауысып алайын. Сен хақиқи минеткешсің, Элиша. Саған беріледі. Уақыты келіп бұлардың барлығы сенікі болады. Ильяс пайғамбарсыз ба? Сіз келетұғындай біздер қандай жақсы іс қылдық? Менің пайғамбарлығыма ұзақ уақыт қалмады. Енді сенің кезегің. Құдай менің сөйлесті. Жақында мені аспанға алып кетеді. Аспанға? Қашан? Білмеймін. Жақында. Жүр. Қылатұғын ісіміз көп. Біздер тірі Құдайға сенушілер азғана қалдық. Сен біздердің топарымызды бекемлейсің. Сен адамларға Құдайдың күшін һәм рухын сезуге жәрдем бересің. Міне біздердің барлық қиыншылықтарымыз неден басланды. Мен көп мәртебе Израиль патшаларына түсіндіруге ұрындым. Бірақ олар тірі Құдайдан көре, жансыз бұтларда артық көреді. Бәлкім сен олардың тас болып қалған жүректерін жұмсатарсың. Сеніміңді жоғалтпа, балам. Құдайдың сөзіне сен. Егер ол мына тауды жылжыт десе, сен оны жылжытуың керек. Соған қарамай, жүдә көп адамлар Израиль Құдайына сенуді давам етіп атыр. Сен олардың һәммесін топлауың керек. Құдайым, сенің ізіңе ерушілер һәм сенің құлың Элишаның атыменен өзіңнің күшіңді көрсет. Ол Иордан дариясын құрғатып жіберді. Мен ешқашан бұндай қыла алмасам керек. Қыла аласаң, Элиша. Ахметлісі есіңде болсын. Құдайдың іслері үшін даңғпаразлыққа берілме. Карамат іслейтұғын ол. Сен тек қана ыдыссың. Мен осы жерде кезімде сен үшін не қылайын? Маған ақпатия берің, Ильяс. Сіздің рухыңыз менде 2 есе бар болсын. Көп сұрап тұрсаң. Егер сен менің аспанға қалай алынғанымды көрсең, Құдай саған береді. Мен көріп тұрман. Көрдім. Отлы арба.
Бұл Құдайдың пайғамбары екеніне кім күмәнлана алады? Құдайға алғыс мақтаулар болсын. Бұл сенің ақырғы имканиятың. Қарызыңды төле. Сен менен не қалайсың? Қара, еш нәрсе жоқ. Балаларыма беруге де еш нәрсем жоқ. Менің күйеуім өлген. Менде еш нәрсе қалмады. Сен алжасып атырсаң деп қорқаман. Сен не қылып атырсаң? Тоқтат! Осы күннен бастап сенің балаларың маған тиесілі. Іслеп қарызларыңды төлемегеніңше, егер бұған 100 жыл кетсе де, Тоқта! мен саған имканият берген едім. Я! Маған 2 хапте уақыт бер. Мен бір адамды білемен. Екі хат. Міне сіздің ауқатыңыз һәм ішімлігіңіз, мырзам. Мен саған не деген едім? Израилылар ең зор қызметкер. Маған жақсы қызмет қылсаң, үлкейгеніңді үйіңе жіберемен. Рахмет. Оның үстіне пұл да беремен. Міне бұл өмір. Сен болса әскерге тұрмысқа шықпайман дейсің. Мен тек қана ұрысты жаман көремен, намаң. Мен де. Бірақ бұның үшін жақсы пұл төлейді. Жақсылап ыссы суға түсудің айны уақыты. Наман? Мақау кеселігі. Мен пайғамбарға дәбдебе менен дүнияны кезу мүнәсіп деп ойлаппын. Үйренесің. Ұстаз, неге әмме жігітлер арасынан мені өзіңізге қызметке таңлап алдыңыз? Ауа, меніңше түсінген деймін. Мен көпшіліктің арасында бархама ажыралып тұраман. Сізге ақыллы һәм қабілетлі жәрдемші керек. Тура айтасың, Гехази. Қабілетің жетерлі, бірақ сен еліде көп нәрсе үйренуің керек. Гидеон. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Біздер Ерихоға сапарға атландық. Мен һәм қызметкерім Гехази. Сіз Құдайдың адамысыз. Iltimos, біздің үйімізде қонып қалың. Бүгін ай көрінбейді. Айдың нұрысы жолда қиын болады. Жанымызбенен. Жүдә әжайып, сондай емес пе? Ауа, сондай. Ол жақсы адам. Іші жақсылыққа толы. Егер Құдай біздерге перзенттер берсе, оларға ұқсас болсын. Илиша. Құдайға шүкір, сіз келдіңіз. Су айныды. Әмме су айныды. Көріп тұрсыз ба? Әмме нәрсе өлі батыр. Маллар, өнімлер. Біздер бұндай ауқалда ұзақ жасай алмаймыз. Сіз сұраған дұз, ұстаз.
Құдай сондай деген. Мен бұл суды тазаладым. Енді бұл су арқалы өлімде, өнімсізлікте болмайды. Бұл карамат, міннедармыз, Илиша. Сіз біздердің өмірімізді сақлап қалдыңыз. Рахмет. Бағасын айтың, сіз қанша сұрасаңыз біздер төлейміз. Яқ, бұл туры емес. Сізді Құдай жарылқасын. Неге бұндай қылдыңыз? Біздер сол пұлға лайықлымыз ғой. Біздер еш нәрсе қылмадық, Құдай қылды. Құдайдың іслері үшін даңғпаразлыққа берілме. Есіңде тұт, Гехази. Маған сіздің жәрдеміңіз керек, мырзам. Илиша, сізге ауыр жүк болып атырғаным үшін кешірің. Білемен, сіздің пұлыңыз жоқ. Бұны және бір мәрте айт. Үйіңде бағалы және не қалды? Айт. Еш нәрсе. Кішкене май ыдысынан басқа. Бар, қоңсыларыңнан қарызға ыдыслар сорап ал. Қанша алып кете алсаң, сонша ал. Кейін өзіңнің май ыдысыңнан хамме ыдысларыңды толтырып ал. Құдайымыздың атынан саған уәде беремін. Хамме ыдысларыңды толтыруға жетеді. Ауа, сондай. Сіздің айтқаныңыздай болсын. Мен шаршадым. Неге біздер мейманханада тоқтамадық? Бұның үшін пұл керек. Міне, мына үй біздер үшін. Жаман емес. Біздер бұны пайғамбар ханасы деп атаймыз. Қашан бұл жерден өткеніңізде, бұл жерде түнеп қалуыңыз мүмкін. Бұл сізге. Сізлер үшін біздер не қыла аламыз? Қолымнан келген әмме нәрсені орынлаймын. Сөз беремін. Біздерге еш нәрсе керек емес. Біздерде өмірімізге керек әмме нәрсе бар. Тек қана. Сізлердің ұл перзентіңіз болады. Құдайдың атынан уәде беремін. Бірақ, бұлай болуы мүмкін емес. Сізлердің ұлыңыз болады. Тезірек және бер. Бұл карамат. Бұл қарызымызды төлеуге жете ме? Бұл жаңа өмір бастауымызға жетеді. Құдай бізді құтқарды. Бәрхама есіңізде болсын, балаларым. Кішкене ғана Михей. Наман қожайын, мен сізге ішімлік алып келдім. Сіз бұны ішуіңіз керек, қожайын. Наман қожайын. Менің өліп атырғанымды көріп тұрған жоқсаң ба? Жоқ қол бұл жерден. Ханым, сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Айта ғой. Израилда қожайын дәру тәуір болған болар еді. Израилда пайғамбар жасайды. Құдайдың адамы. Михей, бола ғой. Сен оны көріп тұрсаң ба? Ани ол? Ани әкем? Тура. Енді болса оған ауқат алып бар. Яқшы. Асықпа. Тоқта. Ол хаммесін жегенше қарап тұр. Есіңде ме? Қандай қылып оның наны жапқа түсіп кеткені? Осы ретте наннан ешқандай кеме болмасын. Яқшы. Михей! Менің басым. Саған не болды? Балам, не болды саған?
Анна, не болды? Ол өлді, Илиша. Менің балам өлді. Тезірек шап, Гехази. Еш тоқтама. Баланы тапқаныңда, оның басына хаса таяқты тигіз. Өзіңнің бар сеніміңді іслет. Өтінемін Құдайым, карамат көрсетуіме маған күш бер. Мен бұған лайықлыман. Сіздің айтқанларыңыздың хаммесін қылдым, бірақ бала өліп қалды. Яқ, яқ. Iltimos, Құдайым. Оның ата-анасы сондай бойсынушы, сондай сақи. Мен оларға сенің жарылқауыңды уәде етіп едім. Перзент уәде қылған едім. Менің дуамды есіт, Құдайым. Мен сенің күш құдіретіңді білемен. Оны қайтар. Бұл баланы қайтар. Ол күтіп тұр, ұстаз. Сирия армиясының әскер басшысы. Оған айт, Иордан дариясында 7 мәрте жуынсын. Сонда дәрттен құтылады. Ұстаз, бірақ Иордан дариясы патас қо. Иордан дариясына бар. 7 мәрте суға түс. Сонда шипа табасың. Ол менің үстімнен күліп атыр ма? Ол маған құрмет көрсетіп, караматлы шипа береді деп үміт еткен едім. Сондай қылудың орнына мені сол сасық дарияға шомылуға жіберіп атыр. Мені кемсіткеннен көре, тезірек өлгенім жақсы. Ешқашан бұндай болмайды. Қожайын, сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Гәпің болса айт. Егер Илиша сізге хақиқатында да үлкенірек нәрсені істеуіңізді айтқанда, сіз қылар едіңіз. Бұның орнына, ол сізден Апуайя істі қылуыңызды сорады. Апуайя істі қылу аңсат. Болмаса неге? Құлақ салсаңыз болмас па еді? Және бір мәрте, қожайын. Қожайын! Алың. Бұл сіздердікі. Мен бұны ала алмаймын. Сіз алуыңыз керек. Саулығымды һәм өмірімді сақлап қалғаныңыз үшін міннедаршылық ретінде алып келдім. Мен міннедармын. Бірақ Құдайдың істерінде мені тек қана сенім басқарады. Енді мен білемен, Құдай жалғыз. Тірі Құдай.
Қожайын. Тоқта. Не болды, тынышлық па? Бәрі жақсы. Ұстазым оны кешіруіңізді сұрады. Бірақ бұл турысында ол пікірінен қайтты. Сізге қанша берейін? Гехази, сен қай жерде едің? О, Гехази, саған неше мәрте бойсынушы бол деп үйреттім. Мен тек қана... Сен Құдайдың іслерін қылудың орнына байлықтың ізінен қудың. Бұның үшін Нааманның мақау кеселігі саған бір өмірге мирас болып қалады. Яқ. Құдай үшін імкансыз нәрсенің өзі бар ма? Оның мен үшін қылмаған нәрсесі бар ма? Егер мен сенуге жұрат етіп, өз сөзімде тұрсам, көрмесем де беккем қолынан тұтсам, һәм тек қана сенсем, тереклер артынан тоғай көрінбегендей, бұлытлар артынан аспан көрінбегендей. Бірақ мен оған сенсем, мен үшін імкансыз нәрсенің өзі жоқ. Ол тәрепке қолларымды созсам, ол мен тәрепке түсіп келеді, ташвишлерімді алып кетеді. Ибадатларыма жауап беріп, маған үміт бағышлайды, һәм сеніміме жол таярлайды. Егер мен сенуге жұрат етіп, өз сөзімде тұрсам, көрмесем де беккем қолынан тұтсам, һәм тек қана сенсем, Құдай үшін імкансыз нәрсенің өзі бар ма? Оның мен үшін қылмаған нәрсесі бар ма? Тереклер артынан тоғай көрінбегендей, бұлытлар артынан аспан көрінбегендей. Бірақ мен оған сенсем, мен үшін імкансыз нәрсенің өзі жоқ. Ол тәрепке қолларымды созсам, ол мен тәрепке түсіп келеді, ташвишлерімді алып кетеді. Ибадатларыма жауап беріп, маған үміт бағышлайды, һәм сеніміме жол таярлайды. Құдай үшін імкансыз нәрсенің өзі бар ма? Бұл карамат, және жүрегімді толтырар.